Бізді өте қуаныштымыз. Мына сұрақты біз әрине енді күтіп отырдық. Оның алдында мен сіздерге айтып бердім ғой, енді қалай бөлім әлде басталғаны. Мына біздің кезімізде расширенный список болды. Сол расширенный списоктен основной список шығып, сол основной списоктен кейін резервный список болды. Ал қазір біз енді бірінші қазанда жиналғанда, сосын тренировка басталғанда біздің орта қорғаушылардың түгелін қарап көріп отырмыз. Сережа Малый мен Ұлан бізде жарақат алған. Енді бізге бір ойыншы керек дедік. Центральный защитник, особенно оң аяқты правый защитник. Правый центральный защитник. Сол кезде мен айтайын дегенім, қазір Қазақстан Федерация футболында селекционный отдел өте жақсы жұмыс бастады. Обширная база данных дегені бүкіл ойыншылар КПЛ-да ойнаған біздің Қазақстандан. Сол түгелі обширный базада бар екен. Ал енді біз орташы қорғаушыны сұрағанда бізге сол мына Димаштың кандидатурасын берді. Сонда біз әрине енді мен бірінші рет естігенде сондай обширный база данных бар екеніне таңғалдым. Ол вообще супер. Енді ол түгел критериясын көрсеткенде физические кондиции, технико-тактические деген, и сосын игровой практика деген барған, ол түгел мына келіп тұр. Ол біріншіден. Екіншіден, әрине енді қазір құрамада жаңа ойыншыларда, жас ойыншыларда бар екен. Енді мына кісінің, мына ойыншының жасы да келіп тұр. Неге аванс бойынша деп ойлап, неге ол мына құрамаға қазір келмейді екен? Енді әрине енді танысу керек. Ол екіншіден. Ал үшіншіден, рас айтқанда, менің ойымша, мына ұлттық құрама бір семья, бір отбасы, бір коллектив болып отыр. Дұрыс па? Енді мына кісі мына құрамаға келіп отыр. Әрине енді бізді кішкене, мен өзім оқыған жоқпын, балалар оқып жатыр, басқа кісілер оқып жатыр. Мына бір негативті мен айттым жігіттерге теорияда ештеңеге внимание обращать етпейміз. Ол болады.